Вирус папиллому человека, немесе ВПЧ деген бізде анализдің түрі бар, вирус папиллому человека вообще бізде ол вирус ағзамызда былай айтқанда болады, қалыпты да болады. Ал егерде ол біздің иммунитетіміз төмендейтін болса, немесе сырттан қайтадан ол жұғатын болса, ол бізге уже ол қатерлі. Ол дұрыс емес. Мысалға бізде ВПЧ, вирус папиллому человека 16 деген түрі бар, және ВПЧ 18 деген түрі бар. Бұл ВПЧ-лардың түрі көп, бірақ именно осыларды айтатын болса, бұл бізде шынында да қатерлі ауруларға алып келуі мүмкін, онкологияға алып келуі мүмкін. Сол себепті, егер де сізде гинеколог тексерген кезде астыңызда қандай да бір киста бар екен, немесе папиллома бар екен, немесе эрозия бар екен, дисплазия, тағы да дейтін болса, сіз міндетті түрде, мейлі сізге дәрігеріңіз айтсын, айтпасын, сіз ВПЧ 16-18 тапсырыңыз. Именно соның ішінде эрозия дейтін болса, өйткені қазір бізде 80% қыз-келіншектерде эрозия бар, жатыр мойнының эрозиясы бар. Сол себепті, сол сізде ары қарай қатерліге айналып кетуі мүмкін ба? Ол жерде онкологиялық клеткалардың пайда болуына сондай бір кері әсерін тигізуі мүмкін ба? Қатерліге айналып кетуіне бір қауіп бар ма? Соны анықтау үшін біз ВПЧ 16-18 онкомаркерларын осы вирустарға тапсыруымыз керек. Міне осы вирустарға біз тапсырғаннан кейін бізде міндетті түрде результат шыққанына байланысты біз ем тағайындауымыз керек. Егер де ВПЧ 16-18 осы вирустар анықталған болса, біз бұл жерде вирустарға қарсы противирустың дейміз препараттарды қабылдауымыз керек. Сонымен қатар, егер де ол положительный сол анықталған болса, бізде еще вакцинация бар. Вакцинация бірақ бізде ол толығымен прям жаңда зерттеліп, немесе толық бір қазір көп қолданысқа ие емес, бірақ оны қабылдаған дұрысырақ. Бірақ оны біз қабылдау үшін ол этаппен қабылданады, этаппен салынады, бірақ оны бірден сала салмайды, ол қосымша сіздің ағзаларыңызға тексеру арқылы тапсырылады. Сонымен қатар, егер де ВПЧ 16-18 шығатын болса, қосымша онкоцитологияда анализ тапсырып, міндетті түрде иммунитеттеріңізді көтеріп, вакцинация қабылдап, немесе вирустарға қарсы препараттар қабылдап, жүктілікті кішкене шегеріп, өз денсаулығыңызға немқұрайлы қарамай ем қабылдаған дұрыс. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер, қыздар. Уақытында дәрігердің тексеруіне барып тұрыңыздар. 6 айда бір рет, 1 жылда бір рет онкоцитологияға анализдер тапсырып тұрыңыздар. Менің басқа да аккаунттарымда, TikTokта, Instagramда, сонымен қатар YouTube'да, Telegram'да түрлі пайдалы ақпараттар бар. Жазылып, өздеріңізге керекті мағлұматтарды алсаңыздар болады. Сіздермен бірге Гүлназ Сәбитқызы.